Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-7 жаттығуды орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал бастаймыз. Ал бірінші есептен бастайық. Бірінші есепте денеге бір түсудің бойымен бір бағытта 3 күш әсер етеді. Олардың тең әрекет күштері неге тең дейді? Яғни F тең әрекет күші егер де бағыттары бірдей болатын болса, онда олар қосылады. F1 қосу F2 қосу F3 болады екен. Сонда F тең әсерлі күш тең болады 50 ньютон қосу 100 ньютон қосу 150 ньютон тең 300 ньютон. Осы жауабы. Екінші есеп шығарамыз. Дененің қандай да бір нүктесіне әрекет ететін екі күштің шамасы модульдері бойынша 3 ньютон және 5 ньютон. Неліктен олардың тең әрекет күші 8 ньютон және 2 ньютон болуы мүмкін дейді. Яғни бірінші мынау бірдей бағытта әрекет ететін болса, яғни мына жақта бір F 5 ньютон болса, 3 ньютон сосын 5 ньютон. Екеуі бірдей әрекет ететін болса, бір нүктеге бағыттары бірдей болатын болса, онда екеуі қосылады. F тең әсерлі әрекет күші ол тең болады 3 ньютон қосу 5 ньютон. Ол бізде 8 ньютонға тең болады екен. Ал егер бір нүктеге екеуі қарама-қарсы бағытта әсер ететін болса, мысалы, мына жақтан 5 ньютон әсер етсе, мына жақтан 3 ньютон әсер ететін болса, онда тең әсерлі күші, тең әрекеттік күші онда 5 ньютоннан 3 ньютонды азайтқанға тең болады екен. Ол бізде 2 ньютон болады. Үшінші есепті шығарамыз. Так, 3-32 суретте көрсетілген білеушіге әрекет ететін екі күштің шамалары мен бағыттары бойынша олардың тең әрекеттік күшін анықтаңдар дейді. Яғни қай жаққа қарай бағытталғанын түсіндіруіміз керек екен. Так, бірінші А жағдайында 10 ньютон және 10 ньютон оңға қарай қозғалып тұр. Онда бізде тең әрекет күші ол бізде мына жаққа қарай бағытталады. Тең әрекеттік күш осыған бағытталады және ол бізде 20-ға тең болады екен. 20 ньютонға. Екінші жағдайда, А жағдайында екі күш бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Енді тең әрекет күші бізде мына жаққа солға қарай бағытталады. Өйткені бізде ол жаққа қарай 8 ньютон күші көп әсер етіп тұр. Сонда F тең әрекет күші бізде тең болады 8-ден 3 азайтамыз 5 ньютонға. Енді бұл жағдайында екеуі екі жаққа қарай қарап тұр. Тең әрекет күші бізде мына жаққа қарай кетеді, оңға қарай. Бұл F тең әрекет күші тең болады 30 ньютонға. Енді соңғы мысалда тең әрекет күші солға қарай бағытталады. F тең әрекет күші ол тең болады 15-ден 5-ті азайтқанда. 20 ньютон. Мына жер 20 ньютон деген сөз.